Нөмірі 595 сайлау учаскесі жұмысын таңғы 7-де бастады. Ол балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық орталығында орналасқан. Эпидахуалға байланысты аталған нысанда барлық санитарлық нормалар сақталған дейді комиссия төрағасы. Оның сөзінше тұрғындар азаматтық борышын өтеуде белсенділік танытуда. Таңғы 9-ға дейін 100-ге тарта азамат сайлау учаскесіне келіп дауыс беріп үлгерген. Олардың ішінен біреуі соғыс ардагері, біреуі тыл еңбеккері, 25 тыл еңбеккері бар. 15 адам алғаш рет дауыс беріп отыр, және бір адамның бүгін туған күні, олардың бәріне біз аздаған сыйлықтарымыз бар. Сайлау учаскесіне өз таңдауын жасауға Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов та келді. Ол дауыс бергеннен кейін биылғы сайлаудың ерекшелігіне тоқталып өтті. Мәслихат депутаттарының сайлауы партия тізімі арқылы өтіп жатыр. Бұл әрине қазақстандық парламентаризмнің жаңа парағы деп айтуға болады. Және де жаңа саяси мәдениетімізді қалыптастырып жатырмыз. Көп адам саяси партиялар арқылы мемлекеттік басқару жүйесіне қалыптасады. Облыс тұрғындары 15 аумақтық және 650 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасай алады. Нөмірі 595 дауыс беру нысанында 1400 солтүстік қазақстандық тіркелген. Биыл парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарын сайлауға 5 саяси партия қатысты. Алина Сабырқызы, Қуаныш Альтенов, Первый Северный.